Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Бүгін киш тауықпен және саңырау құлақпен жасаймыз. Керек қоспаларды видеоның соңына және астында описание бөлімінде жазамын. Ең алдымен ұнға тұз бен қопсытқышты салып араластырамыз. Үстінен жұмыртқа мен үй температурасындағы сары майды салып, жақсылап араластырып, бір елкі болғанша елейміз. Тоңазытқышқа жарты сағатқа саламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Қозы құйрықты жақсылап тазартып, жуып аламыз. Екіге бөліп, жіңішке етіп тураймыз. Тауықтың төс етін жуып аламыз да, кішірек текше тәріздес тураймыз. Табаға май құйып қыздырып аламыз. Пиязды сарғайғанша қуырамыз. Енді қозы құйрықты салып, шамамен 3-4 минут қуырамыз. Тауықтың етін салып 7-8 минут қуырамыз. Соңында қара бұрыш және тұз салып, бір араластырып, отты өшіреміз. Ендігі кезекте қамырды алып, пісіретін формамызға шамалап жаямыз. Форма менде 24 диаметр. Артық шығып қалған жерлерін кесіп алып, ойықша қалған жерлерін жамаймын. Шанышқымен қамырды тесеміз ортасын. 200 градуста қызып тұрған пеште 10-12 минут пісіремін. Қамыр дайын болғанша қимасын дайындаймыз. Ыдысқа 2 жұмыртқа салып араластырамыз. Қаймақ немесе кілегейді қосып, бір елкі болғанша араластырамыз. Мен қаймақ қостым. Тұз және қара бұрыш, сарымсақты ұсақ үккіштен өткізіп, тағы да араластырамыз. Ірімшікті де ұсақ үккіштен өткіземіз. Табадағы салманы салып, ірімшіктің жартысын саламын. Осылай жаймен араластырамыз. Қиманы құйып, қалған ірімшікті үстінен себеміз. Пирогты 180 градустағы пеште 35-40 минутқа қоямыз. Мен 30 минутқа қойдым. Кешті суытып, немесе жылы күйінде ұсынсаңыз болады. Бізге кешкі асқа ұсынған ұнады. Асқазанға жеңіл әрі тойымды екен. Өте дәмді және ерекше тағам болды біз үшін. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Соңына дейін көріп, лайк басқандарыңызға көп рахмет. Ұнаса туыстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.